Сәлем достар! Сіздермен бірге мен Асия. Мен Мариям. Мен Аниса. Бүгін бізде кезекті видео Back to School болады. Және де бүгін біз осы оқу жылына алған канцелярияларымызды көрсететін боламыз. Видео өте қызықты болады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін ең керемет және бақытты күндердің бірі. Өйткені мектеп басталар алдын жаңа заттар, жаңа канцтовар, жаңа сумка, прям волнительный күшті моменттердің бірі. Кеттік! Сонымен достар, мен осы оқу жылына осындай кішігірім демей ақ қояйын енді. Үлкен сумка алдым, кожаный, торкөз осындай, Қоңыр түсті. И бұл жерде бізде екі замок бар. Біреу осындай. Кошелек, анау салып жүре берем. И потом мына жерде менде үлкені бар. Прям ағылшын дейсің бе, бәрі сыйып кетеді. Ішінде қазір бізде. Қазір қытайлар мықты. Ішіне ауыз істеп қойған болды. Мына жерде тағы бір замогы бар. И потом мынандай Қалтасы бар. менің бұрынғы сумкамда осындай бар. Так что думаю, будете. Еще екі шетіне қалта бар екен. Су салып қоямын всегда. Осындай. Маған менің сумкам өте қатты ұнады. Егер сіздерге де ұнаса, лайк қойып кетіңіз. Та-дам! Бүгін біз, Мариямды бәріміз үшеуміз де жаңа сумка алдық. Мен Майкл Корстың сумкасын алдым. Оригинал. 150 мың қалдық. Ашайын ба? Оригинал ғой мынау, қарсаңыздаршы, качество деген орып тұр ғой. Кетті. Мариям прям сумкасын алғалы бері прям қуанышты. Қашан видео түсіреміз. Кегел бермейді, жеп қойды, в общем. Так что сіздерге болады. Видео, Мариямның сумкасы, заттары бүгін от души покупка жасадық. Аха. Так, енді тез обзор жасай жүрейік. Енді мына жерде тағы біздің қалтасы бар. Осы жерде ғой. Кітаптар салсақ болады, су салсақ болады. Себебі мына жерде Асенькіндей су салатын жер жоқ. Обманка. Ал мына жерге су, сонда әртүрлі нәрселер салып алуға болады. Самая необычная сумка вот негізі осындай жаста. Майкл Корс. И іші осындай. И потом мына жерінде Асенькіндей замок бар. Көрсетсе былай. Замок бар. Жай. И потом мына жерінде қалтасы бар. И қалтасында тағы да бір замок бар. Ол жерге тағы бір заттар салуға болады. Та-дам! Нормально. О, менің сумкам осындай. Кезек менде. Okay. Right. And this is my bag. Деп бастаған ба? Yes. Мынау менің сумкам. Мариям екеумізге ұқсайды. Мен ең бірінші осы түсті, осындай средний сумканы алдым. Ал Мариям болса тура менікі сияқты басқа түсін алды, орақ дәулеуін еще. Мен бұл сумканы алған себебім, ол жақта барған кезде мен сабаққа кітаптар салып алып, сөйтіп ары бері жүрген. Мен негізі көп кітаптар тасымаймын да негізі мектепке. Барлығы бір жерде орналасқан, шкафтарға қалдырып кетемін кітапты. И одан кейін кейбір заттарды ғана салатын боламын. Және сыртқа мынауға шыққанға ұстаймын, өздеріңіз білесіздер ғой. Мен енді таныстырып өтпей қойсам да болады, өйткені тура Мариямдікі сияқты. Осындай екі замок бар, ішінде тағы да бір замок, бір қалтасы бар. Осындай ремешогымен, такой кожаный. И осындай серый ма, ақ и қоңыр, бежевый, осындай цветте. Майкл Корстікі. Мен жүрегім ғой. Негізі мен осы жолы өзім бір ерекше пенал алдым. Бәрінен прям ерекше ғой ше. Мен жүрегім сияқтап төзеді. Розовый ішінен бәрі көріп тұр. Детский емес па? Компьютерге жазғаныңыздар тегі. Ойнап. Шутка. Принттегі пенал емес па бұл, бірақ серый принт. В общем, Серенький. та-дам! Бұл жерде Dreamland and Lovely Girl мен туралы айтып жатыр да енді. Сосын осындай замогы, бізде жұлдыз. Бізде мынандай нәрсе жатыр. И осылай. Мен негізі көп нәрсе ұстамаймын, сондықтан да бұл нормально. Одан кейін ең күшті бір зат болды. Та-да!
нәрсе ғой. Та-да! Еще, знаете, бұның қызығы, ішінде магнит бар. Жұлып алған емес. Ішінде магнит тұр да, екеуін жабыстырасың, сөйтіп айналдырасың. Кейін мынаны былай қымдата бересің. Спокойно. Лақымайды. Мектепте енді бәрімен пеналын ұстайтын болды ғой. Омар екеуміз аз-маз заттарды, прям нужный деген заттарды алдық қой. Бай Прада. Екі сәл үлкен жоқ Бәлі тұр. сияк. О. Сәл емес, қарсы адушы. Сәле. Уй. Мут. И. На жерде смайликтер тұр. И потом аш. Да-да, губка шықты ішінен. Көп. Губка. Ішінде. Да-да. И бұл жерде тек қана осылай емес. Былай ашамыз. Мына жерге ручкаларды салып қоюға болады. И мына жерге де былай әр нәрсені тығып салып қоясың. Ше? Осы жерге салып қоюға болады. И мына жерге ручка. Мына жерге әртүрлі ручка дегендей. Ручкадан басқа ештеңе салмайсың ба? Жоқ, қарындаш шартта салуға болады. Мен биылдыққа пенал алған жоқпын деп па. Ручка Мен биылдыққа көрсетіп пенал алған жоқпын. Зато мен пеналдардың бәрі Түркияда, Стамбулда қалды. Мен өзіме осындай цветной ручкалар алдым. Көп бандай лекция, там нелер, лекция деймін. Сабақтар жазғанға, конспектларға, я. Осындай ручка алдық. Асия екеуміз бір-біреуден. Мен осыны алып кетем. Үйге Асияға біреу. Осындай. Қазір көп жазып жатыр мен. Осындай өшіргі шалдық бәрімізге. Ой. Бәрімізге бір-біреуден осындай. Осындай бір пачка карандаш. Мопедтікі, ішінде 12 штук. Мен ручка карандаштарды көрсетіп отыра берем сіздерге енді. Поскольку у меня нету таких особых вещей дейсің бе. Бірақ, знаете, самое важное, мен осы неде прям осы затты алған үшін қатты қуандым реально. Өйткені мен бұл затты апарып, көрсетіп, Стамбулда бәріне мақтан алам. И қандай зат деп ойлайсыздар? Та-да-да-да-дам, барабанный дроп. Та-дам! Та-дам! Окей. Бұл осындай скетчбук емес, қандай блокнот сияқты. Да, блокнот, мен блокнотым. Осындай Темлый. Окей. Айдалып шығыр. Қараңыздар. Казах Girl Power. Енді іші осындай. Еще, знаете, осындай несі болғаны прям ыңғайлы, өте ыңғайлы. Ручка салып қойсын. Бүйтіп тез ауыса береді да. И өзіңе де удобно, бәрін мешать етпейді. Кедергі жасамайды да, ары беріне ғана. Маған осындай нәрсе, осындай дәптер алғым келіп жүрген көп болды. Еще андай қазақи стильда топчик прям вау. Прям күшті. Еще біз осындай Асия екеумізге осындай дәптерлер алдық. В общем, мен мынандай дәптерлердің фанаты болып жатырмын ғой. Осындай сөйтіп Асия екеуміз. Бізде мектепте сатылбайды ғой. Бізде ешкім не проверяет. Андай көркем еңбек дегендер болмаса. Көркем еңбек дейсің ба? Мен бұны там биологияға ма, сондайларға ұстасам деп жатырмын. Өйткені әдемі да. Бізге сыртына ақ қап қаптау керек. Ақ қап? Бізге де Асияның биология дәптері. 48 беттік. Андай іші. Әдемі? Светлый андай. Шашатпайды көзі. Әдемі екен. Keep calm and love yourself. Осындай цветте тоже дәптер. Бұл да тоже математика осындай дәптер. 48 бетті бәрі. Бізде Айнис айтқандай, бізде осындай түрлі түсті қаламдар бар. Енді мен ережелер көп жасам, и андай бүйтіп дөңгелетіп, астын сызып қойып жақсы көрем. Сол үшін де маған осылар көп керек. И соған байланысты менде текстовыделитель. Текстлайнер. Yes. Мен бұны біраз жерде қолданам. Плакат, анау істеген кезде де мен шық деп шығарам да ше. Шық деп. Герой боласың ғой. Одан кейін бізде так осындай ручкалар бар. Жыл сайын осындай бір пачкасын аламыз біз. Бір жылға жетеді в общем. What's going on here?
О май гад. Міне, достар. Ішінде 50 штук. Елу. Знаете, мен былтыр деген 12 штук бір пачкадан алып кеткем. Осындай Big Max қойдым ол да. 12 штугын алып кеткем. Әлі тұр ғой, представляете? Мынау менің үшіншім. Обычно. Барлығымызға бірдей. Мынау бізде. Еще замазка алдық. Представляете, мен Туркияда, замазкандыр. Да, замазканы вообще не могу найти, понимаете? Бізде анда нелер бар ғой, кассеттан сияқты ма? Кассета? Анда бүйтіп жағады ғой, бүйтіп жағып отырады. Осындайда осы жақтан 2 штугын алып кетейін деп отырмын. Керек болып қалады. Сонымен біз 5 штук осындай гелевый ручка алдық. Бізге сабақ оқуға керек болады. 2 қызыл паста алдық. 2 паста алдық дейсіз. Апай сияқты тексереміз ғой. Так демес. Не осындай не алдық. Опа. Ой. Өшіретін ручка. Андай бұжы болады, тұжы болады ғой ше. Сол кезде осындай алып алған жақсы ше. Сол кезде жазасын. Қате болып қалса қайта өшіріп тастайсың. Осындай күшті. Мен де осыдан 1-2 алып кетейін ғой. Алып кетейін. Ойнап. Айтпақшы достар, Анисаның каналын осы жаққа қалдырып кетемін. В описании или осы жаққа подсказка қылып шығарып қоямын. Бәріңіз подписаться етіп Анисаны қолдап кетіңіздер. Егер осындай Түркия туралы әңгімесін айтып, Түркияның вайбын, атмосферасын көргіңіз келсе, Еще Түркияға барғыларыңыз келіп жүрсе, сол жаққа баратын болсаңыздар Анисадан таныстырып кетеді. сол үшін де Анисаның каналына тіркеліп қолдап кетіңіздер. Осындай әңгімелерін айтып, кәдімгі бәрін тщательно түсіндіріп отырады. В общем, солай. А біз қазір практика қылып түсіріп. Окей. Намек понят. Видео түсіріп бастыз. Бұл дәптерге қап. Біз 40 штук қап алдық. Да, нормально. Үйде еще 20-30 бар. Нормально. Ал, мен өзіме тек қана өзіме осындай Өзіме. И мынау ең важный момент. 2 жыл бітті осы момент. Сол ғой. Та-та. Бізде үйде жол дәптері толып жатыр, кәдімгідей тура осындай 12 беттіктен жол дәптер. Біз чисто бүгін алған заттарымыз көрсетейік дедік. Мүмкін Ася тағы да бір басқа видео шығарып жатыр, әлі мектепке барған кезде сумкамды қалай дайындаймын, қандай кітаптар алдым деп. Так что күтіңіздер. Бұл торгөз дәптер. Бұл бүгін біз осындай жаңадан 12 беттік торгөз дәптер алдық. Осындай. Андай дәптерлер көрмегелі қайсамын? 2 жыл болды көрмегелі. Көріп иіскеп кетейін. Әдем екен негіз. Реально. Иісі әдем болады. Қазір новый прям. Әдем ғой. Біз осындай папкадан 3 алғанбыз. 20-20-дан. И сосын біреуі 10-10-дық. Мынау 10-дық, мынау 20-лық. Бұл бізде түрлі конкурстар, ғылыми жоба, либо андай болады ғой. Реферат, сабаққа керек болып қалады деп осындайды алдық өзімізге. Біз мен осындай дұшыға киіп салуға дегендей осындай Луи Виттонның сумкасын алдым. Ал менде осындай Puma Who's Pasture қап-қара дұшыға ұстап көрек. Енді бұлай қолға ұстап жүргеннен гөрі осылай ыңғайлырақ па дедім. О, самый главный вещь сесіңіз. Біз бүгін осындай карта алдық, типа. Аренда. Жай. Шыдасыңдар. Дүниежүзінің саяси картасы. Достар, сіздерге білген айтайын ба? Мен жаман жоқ. Сіздер білесіздер ма, біз бұл видеоңыз Сағат қаншада түсіріп жатыр ғой? Смотрите. Да. 1:41 кетті. Менің ұйқым келіп отыр реально. А мен бұларды мәжбүрлеп back to school түсіріп жатырмын. О, знаете, Біз бүгін ғана осыны магазинге барып, заттарымызды әкеп, енді ғана келіп отырмыз. енді Сіздер үшін ғой барлығы. сонымен біздің заттар бітті. Бітті ма? Иә, бітті. Мәссаған. Уақыт ала сөйлетеді десін. Шынымен де. Видео өте қызықты болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Және де осы видеоны достарыңызбен бірге бөлісіңіздер.
Менің ойымша Мариамен қатар балаларға, қыздарға барлығына қызықты болады деген ойдамын. Инче. Инче. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.